Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен үй жағдайында оңай дайындалатын өте жұмсақ әрі хош иісті кекс рецептімен бөлісемін. Бұл кекс шайға, қонақ күтуге де керемет үйлеседі. Құрамы қарапайым, нәтижесі керемет. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен 4 жұмыртқаны терең ыдысқа жарып алатын боламыз. Жұмыртқаларымыз бөлме температурасында болуы қажет. Үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Қоспа жеңіл әрі біркелкі болған кезде оған айранды қосамыз. Айран кекске ерекше жұмсақтық пен нәзік дәм береді. Айранымызды осылайша біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып болған соң, алдын ала ертілген сары майды құйып, тағы да баяу араластырып алатын боламыз. Ертілген сары майымызды да жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып болған соң, үстінен еректен өткізілген ұнды және қамыр қопсытқышты біртіндеп саламыз. Ұнымызды аз-аздан салып, біркелкі масса болғанша араластыратын боламыз. Қамыр қатты қою, қатты сұйық болып кетпеу керек. Жақсылап араластыратын боламыз. Орташа қоюлықта болу керек қамырымыз. Қатты сұйық, қатты қою болмау керек. Егер қатты сұйық болса, үстінен аз-аздап ұнымызды қосып, орташа қоюлықта етіп аламыз. Сосын жақсылап араластырып, біркелкі етіп болған соң, қалыптарымызға салатын боламыз. Менде силиконовый кекстің қалыптары, сондықтан әртүрлі қалыпта жасап көрдім. Сіздерде өздеріңіздің кекс формаларыңыз болса, сол формаларыңызға салып жасасаңыздар болады. Дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп, барлығын салып, толтырып, осылай жасап шығамыз. Сіздердің формаларыңызға қарай, менде осындай формалар болғандықтан барлығын осылай әртүрлі етіп жасап шықтым. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Кекстеріміз дайын болған соң, формаларына салып болған соң, 180 градуста беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Оған дейін пештің бетін ашпауымыз керек мүлде. Себебі кекстеріміз дұрыс шықпай қалады. Ал менде осымен кекстерім дайын, сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Өте жұмсақ, ауызда еритін дәмді кекс болып шықты. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетеміз. Баршаға рахмет.